Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Орыс пен Украинаның арасы бейне қазақ пен қырғыздың, қазақ пен ноғайдың, қазақ пен қарақалпақтың, қазақ пен башқұрттың арасындай жақын. Орыс Украин тарихтан бері бірге жасап келеді. Патшалық Ресей кезінде де бұлар бір тудың астында жиналды. Анығында Ресей империясына украиндар ұзақ жылдар бойы одан болып келді. Ал Совет кезінде украиндер тұтас Совет одағы империясы бөлімінде орыстан кейінгі екінші ұлт ретінде басқа республикаларда жоғары басымдылыққа ие болды. Бірақ орыс пен Украинның арасында өліспей беріспейтін осыншама кекті кім салды? Әрине, жұрт біледі, бұның арғы жағында бүгінгі Путин бастаған шапқыншылық, имперлік, шовинистік соғыстан сырт арғы жағында үлкен тарих жатыр. Әрине, жаратушыдан қазақтың және оның бауырларының ортасына мұндай өшпенділік салмауын тілей отырып, орыс Украин ортасындағы бұл тарихи кек, тарихи өшпенділіктің екі сырын сіздерге ашалап түсіндіргіміз келеді. Бірінші сыры, украиндердің оянуы қашан басталды деген сұрақтан бастаймыз. 2009 жылы украиндер бүкіл жер шары көлемінде өздерінің тарихындағы ең бір сұмдық тарихта, сұмдық наубетті, зор аштықты атап өтті. Бұл аштық 1931 және 1933 жылы қызыл коммунистер жағынан, анығында Мәскеу тарапынан украиндерге жасалған аштық саясаты болады. Қолдан жасалған бұл аштықтың соншалық сұрапыл және сойқан болғаны соншалық, украиндердің кәдімгі ауылдағы шал кемпірдің қолындағы соңғы тауығын, тіпті өздері шөптің арасына тығып отырған жұмыртқасын, ал үйінде кәдімгідей неше түрлі күбі ыдыстарға басып тұздап және басқа жолдармен шылап алған көкөністерін, кептірген помидорларын, жемістеріне дейін тұтас алып кетті. Қазан ошақтарында да қалдырды, түйір дән қалдырмады, не күріштен, не бидай, ұннан қалдырмады. Бағып отырған шошқасынан тартып тауығына дейін көп қоймай қидай сыпырып, Ресейге көмекке алып кетті. Осы қолдан жасалған аштықтың кезінде санаулы Украинаның партия орталық комитетінде жұмыс істейтін украиндерден және қарулы күш, яғни КГБ-ның, НКВД-ның жоғарғы лауазымды тұлғалары, әрбір ауылдық, аудандық, қалалық, қалашықтық өңірдегі билік өкілдері және олардың қарулы күштерінен тыс былайғы қарапайым украин халқы негізінен қырылып қалды десек болады. Кімде-кімнің танысы, білісі, әлгіндей қарулы күштердің немесе партия орталық комитетінің маңында бала-шағасы болмаса, ешқандай сұрауы жоқ қарапайым шаруа үйінде отырып аштан өліп қалды. Тіпті адам етін адам жеу оқиғасы сол кезде тіркелді. Бұл Совет одағы дейді, адамзат тарихындағы ең бірінші рет құрылған, Құдайдың өзін жоқ деп теріске шығарған бірінші империя кезінде болған екінші аштық болады. Анығында Совет одағы дейді мемлекет құрыла сала, ең бірінші аштық Лениннің көзі тірісінде басталған. Тіпті Ленин партия орталық комитетінің жиынын ашып отырған кезде, сол кезде партия орталық комитетінің жиынына қасынасып отырған өңір өкілдерінің өзі адам етін, адам жейтін фактілердің тіркелгенін Лениннің бетіне басып айтып тастаған болады. Ал Ленин сол кезде Америкадан жүрген Горький арқылы Америкадан көмек сұратқанын білеміз. Ал Максим Горький ол кезде Лениннің құдайсыздық жолынан бөлек, ол басқаша бір діни жолмен Ресейді патшалық, Орыстың патшалық жүйені құтқарамыз деген бір діни секталық бағытта жүрген. Кейін оны үгіттеп, Ленин өзінің құдайсыз сектасына, шайтандық сектасына алып келеді. Ал Лениннің өзі Германия патшалығының шпионы болды. Лениннің бүкіл қаржысы, бүкіл шығаратын газеті, әрбір айналасына Сталин сияқты қарақшыларды жинайтын бүкіл қарекетіне төленетін ақшаны Германияның патшалық барлау мекемесі төлеп отырғанын, осы жуырдағы Германияның ресми ашық-ашыққа құпиялығы шешілген құжаттары жариялап тастағанын баршамыз білеміз. Біз бұны осыдан 15 жыл бұрын өзіміздің шығармамызда жазған болатынбыз. Ленин, яғни адамдар күн көсемдеп қабынған, адамзат тарихындағы бірінші ең зұлым құдайсыз билікті орнатқан осы тиімді шайтан осылай Германияның көмегімен билікке келген шпион болған. Сондықтан ол бірінші дүниежүзілік соғыстан жеңіліске ұшырап, өте сұмдық, тіпті бүкіл Германия халқының бәлен жылдық табысын төлеп тастасаң да қайтара алмайтын зор соғыс шығыны төлеміне тап болған Германияның соғыстан кейінгі салынған санкция бойынша әскери техникаларды өндіруге тыйым салынған осы орайынан пайдаланып, Германиямен құпия келісімге отырып, өзі Германияның шпионы болғандықтан. Сол бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бүкіл Германияның әскери техникасын өндіруді Совет одағы территориясында қолға алуды бастаған сол Ленин болады. Яғни бүгінгі адамзатқа қауіп төндіріп отырған осындай құдайсыз империя және оның бүгінгі мұрагері Путиндің Ресейдің анау арғы тамыры Лениннен басталады деп айтсақ қателеспейміз. Ал украиндердің осы жалпы осы соншама демократияға деген талпынысы қайдан басталды? Бұл 2009 жылы зор аштықты, яғни 1931-1933 жылы Сталин тарапынан болған сол зор аштықты халыққа ашып көрсетуден, үгіттеуден басталды. Сол аштықты 2009 жылы бүкіл жер шары көлемінде атап көрсетті. Құжатты фильмдер көрсетті, мақалалар жазды, кітаптар шығарды, күні-түні радио, телевизияда, әлеуметтік желіде бұл талқы болып, университетте тоқтаусыз конференциялар мен семинарлар өткізді.
Ал осының нәтижесінде бүкіл мемлекеттік медиа халықтың санасына Украин халқының тарихында болмаған, ешқашан болмаған ең үлкен науқеттің бүкіл барысын халықтың санасына сіңірді. Бұғанға дейін өте құпия сақталып берген осы тарихты бесіктегі баладан төрдегі ақсақалға дейін біледі. Жетідегі баладан жетпістегі қарияға дейін жатқа біледі. Бұл тарих украиндердің ұлттық патриотизмін оятты. Және сонымен бірге орыс империализміне деген, орыс агрессиясына деген, орыс шовинизміне деген ұлттық өшпенділігін оятты. Бұл жай ғана бір қауымның бір қауымға өшпенділік емес, шын мәнінде тарихтан бері құл болып, қырылып, өмір сүру құқы таптап, өспей, көгермей, өктемей келе жатқан бейшара әлсіз халықтың сол тегеуріндік күштен азаттық алу жолындағы талпынысының басы болған. 2009 жылы украиндер сол заманда теңізге кемеге отырып, Канадаға, Америкаға қашқан, бәлкілдеп отырған кемпір шалдарына дейін сөйлетіп, Сталинді қырғында қандай болғанын, бүкіл айналасы ел жұрты қырылып қалып, өздері аман қалған сол кемпір шалдардың кешірмес арқылы халқының санасына әбден сіңірді. Бірақ өкінішке орай, біздің Қазақстан дәл сол кезде украиндер жасаған ерлікті жасай алмады. Тіпті тарихи бір құжаттық, ешқандай саяси мақсат жоқ. Тек тарихи тұрғыдан сол геноцидті еске алудың өзіне Назарбаевтың жүйе батылы жеткен жоқ. Назарбаевтың жүйенің ол Путиннің қабағына қарайтын, Ресей импершілерінің қабағына қарайтын жұрттың бәрінде. Ал ең соңында украиндер ресми Ресейден осы жолғы геноцид үшін олар ресми төлем талап қылды. Және Ресейден осы үшін кешірім сұрауды талап қылды. Ал қазақтар бұл кезде бұндай әңгімені тіпті әлеуметтік желіде де айта алмайды. Біз де бұны өзіміздің кітабымызда жазғанбыз. Ал анығында бұған Путиннің жауабы бірден белгілі болды. Путин айтты, оны Сталиннің қылығы, ол коммунистердің қылығы, оған орыс халқын кінәлі емес деп Путин жалтарды. Анығында бұл да қате сөз. Бұл да қате сөз. Ол Гитлердің қателігінен ешқандай неміс жалтара алмайды. Кезінде еврейлердің жаңағы геноцид 6 миллион еврейді қырып тастаған еврейлердің ескерткішінің алдына Германияның басшысын тізелеп отырып кешірім сұрайтын. Польшаға келгенде тізелеп отырып кешірім сұрайтын. Тағы басқа ескерткіштердің алдына үнемі тізелеп отырып кешірім сұрайтын. Осының белгісі. Себебі Германия шынайы өзінің сол кезде Гитлердің артынан миллиондап ерген қателік үшін опынды. Ендігі адамзат тарихында бұндай үлкен қан төгіс, нақақ өлім, геноцид болмасын деп өзінің халқын өзі тәрбиелеу процесінде бар. Ал ендігі қазақтар сол кезде біз бұл мәселені еске алмадық. Біз 1931-1933-те 4,5 миллиондан 5,5 миллион қазақтан айырылып қалдық. Қазақтардың бүкіл қолындағы малын, жылқысын, сиырын, қой, ешкісін бірақ алып кетті. Оңтүстіктегі отырақтасқан қазақтардың бидайын, күрішін алып кетті. Тіпті қазақтардың үйінде қазанға салатын түйірден қалған жоқ. Бидай, күріш, тары, арпа ештеңе қойған жоқ. Мал жоқ, ет жоқ, дүкенде нан жоқ. Қазақтар ауыл-ауылмен қырылып қалғанда сонда қызыл гвардияшылар, НКВД-ның қарулы жасақтары ауылдан аттап шығармай, қазақтарды сол өзінің ауылында өзі аштан өлуге мәжбүрледі. Сонда миллиондаған қазақтың үйінің түңлігі ашылмай қалды. Оңтүстіктегі отырақтасқан қазақтардың сонда қыстағында мәйіттер өз үйінде жатып шірілді. Тіпті сол заманда ашық НКВД-ның тарихтарында, жарияланған тарихта жазғанда қазақтар тіпті өлген адамдардың етін жейтін болған. Тіпті көрші отырған ең ауылдағы екі адам өздерінің өліп қалған балаларының етін жей алмай бірімен-бірі мәйіт ауыстырып жеуге мәжбүр болған. Себебі адамдар шексіз аштыққа барғанда адамның миы қалыпты жұмыс істеу функциясынан айырылады. Адамдар кәдімгі жынданып кетеді. Ол аштықтың табиғи процесі, медицинада дәлелденген және тарихта дәлелденген. Аш қалған адам жынданып кетеді. Енді осыдан қараңыздар. Осы украиндердің 2009 жылғы оянуы бүгінгі украиндердің шын мәніндегі демократиясының қайнар көзі деп айтуға болады. Бұл жалпы халықтық ояну. Біз украиндерден артта қалуда кем дегенде 2009-дан бері артта қалдық десек болады. Яғни біз украиндерден ең кемінде 14 жыл артта қалдық. Украин бүкіл мемлекеттік аппаратты іске қосып, тұтас халықтың интеллигент зиялысын іске қосып, бүкіл дүние жүзін іске қосып, халқын анти-орыстық патриотизмменен қаруландырды. Ал бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Енді жаңағы аға бауыр деген әңгімемізден айтайық. Дүниедегі қаншама халықтар бірімен бір аға бауыр болып келеді. Орыс пен Украин бір славян, бір аға бауыр. Міне, бірақ ешқандай аға бауырлық қандық қатынас бұл жерде ешқандай маңызды рөл атқармайды. Бүкіл дүние жүзінде бұндай аға бауырлық, гендік бауырлық, тілдік жақындық деген әңгіме жоқ. Мысалы, Латын Америка. Олар испандардың арғы балалары немесе португалдардан. Бірақ олардың түрін қарасаң, ағы да бар, қарасы да бар, азиаты да бар, қызыл өңді индиандар да бар, испан тілді, португал тілдісі де бар. Бірақ олар біз бір тілде екенбіз деп, испандармен немесе португалдармен тілінің бір болғанда қарай. Немесе сол Латын Америкадағы бәлен-бай ел бар. Бразилия ғана португал тілді, қалғанның бәрі испан тілді. Енді солар тіліміз бір екен деп бір-бірімен аға бауыр болып отырған жоқ. Бұл жерде адамдарды байлайтын қандық жақындық немесе тілдік жақындық емес, тіпті діндік жақындық емес. Мысалы, мұсылман елдер, Сауди Арабия бастаған, Египет бастаған, Араб бірлескен әмірлігі бастаған. Осы мұсылман елдері дәл бүгінгі күнде олар Қытай коммунистерімен бір. Өткенде ғана Қытайда ешқандай мұсылмандарға геноцид болған жоқ, концлагер жоқ. Қытай коммунистік партиясы экстремизмге, сепаратизмге, терроризмге қарсы аса табысты жұмыс жасапты. Ол жердегі қазақтар, ұйғырлар бақытты баяшатты өмір сүріп жатыр екенде 14 мұсылман мемлекетінің шейхтары барып, Алтайға барып, Алтайда қазақтарды билетіп, Үрімшіге барып, ұйғырларды билетіп, сосын Қытайдың медиаларына сұхбат беріп қайтты. Сонда бүкіл дүние жүзі оларға қарсы болды.
Түркияда, тағы басқа елдерде, Индонезия, Малайзияда көптеген исламдың шейхтары оларды сындап жатыр. Халықаралық ақпаратта сын айтып жатыр. Біз де оларды сынадық. Бірақ мен бұларда халыққа бір нәрсе түсіндіре кетейін. Діни бауырластық дейтін әңгімеде ешқандай рөл ойнамайды. Мемлекет пен мемлекеттің ортасында дін маңызды емес. Мемлекет пен мемлекеттің ортасында үстем таптың, яғни билеуші кластың, билеуші таптың мүддесі ғана рөл ойнайды. Әлгіндегі араб мемлекеттері Қытай коммунистерімен бірге. Себебі араб мемлекеттері бұл жерде Қытайдағы геноцидқа ұшырап қырылып жатқан мұсылмандарды ойлап отырған жоқ. Олар тіпті өзімен бір діндегі, бір бауыр, өзінің бір арабы, сириялықтарға, йемендіктерге, палестиндықтарға олар ешқашан жаны ашымайды. Тіпті Сауд Арабияның өзі Йеменнің қарапайым халқын бұқарасын оқпен атқылап, оларды 100 мыңдап қырып тастады. Палестинада міне анау екінші дүниежүзілік соғыстан бері адамдар миллиондап қырылып аштықтан өліп жатыр. Сирия, Ливан қаншама қырғын болады. Бірақ соның бәрін істеп отырғанда арабтар не қаржылық көмек бермек түгілі өлгеннің үстіне тепкілеп жатыр. Бұл жерде бауырластықта, діни бауырластықта, қандық, гендік бауырластықта ешқандай ойнамайды. Енді бұл арада менің айтайын дегенім, дүние жүзіндегі мемлекеттер демократиялы және диктатуралы деп екіге бөлінеді. Осыны анық біліңіздер. Бауырластық деген ұғымды ұмытыңыздар. Жаңағы дін бауыр деген арабтардың істеп отырғаны, діни бауыр түгілі өзімен қан бауыр арабтарына қанды-қасап қырғын жасап отырған. Сондықтан бұл жердегі нәрсе диктатура. Ол араб елдерінің барлығы диктатуралық еді. Сондықтан олар Құдайды Құдай деп отырған жоқ, Қытайды Құдай деп отыр. Олар Құдайдан емес, Қытайдан қорқып. Оларға Құдай уәде қылған жәннат керек болмай, Қытайдың тонналап беретін юаны керек болып отыр. Қытайдың тегін беретін бауыр бүйрегі керек болып отыр. Енді осыдан барып бір нәрсе түсінеміз. Діни бауырластық, тілдік бауырластық, анау мынау бәрі бекер сөз, демократия және диктатура деп дүние қақ екіге жарылып тұр. Қазір бүкіл дүние жүзіндегі фашистік елдер, яғни диктатуралық елдер, Ресей бастаған, Қытай қостаған, Иран қасына барып тіркелген, Қазақстан сияқты Ресейдің де Қытайдың да басмайлы құлы болған ел солардың сапынан табылып отырған және өтіріктен батысқа біз Ресейді жақтамаймыз деп әртістік ойын қойып отырған осындай жүйеде қазір Еуропа мен Америка және басқа дамыған елдер бірігіп демократиялық шек құрып отыр. Ресей кәдімгі антидемократиялық шек құрып отыр. Сондықтан дүние қақ еккен. Дүние қақ еккен. Жаңағы арабтарымыздың өзі мәлім бір тұрғыдан осы диктатуралық жүйеге бүйрегі бұрады. Олардың кейбіреуі Америкамен одақ болып, елдерінде Американың әскери базасы болғанына қарамастан, олар диктатуралық елдердің аман тұрғанын қалайды. Сол арқылы өздерінің діни және саяси экономикалық дара билеушілік құрылымын сақтап қалғысы келеді. Ол елдер, кейбір араб елдері бай, олардың жай қалпында сол мұнай газдан түскен табыспенен бай өмір сүреді, бірақ оларда ешқандай демократия жоқ. Оларда мәлім бір тумысынан сол патша әулетінде, сұлтандардың әулетінде дүниеге келген, басында грамм миы жоқ сұлтандар сол елдегі ең бай адамдар болып келеді. Сондықтан мына дүниеде тек қана екі ел бар. Демократия және диктатура. Қазақ халқының саяси сауаты көтерілсін деп, осыны жіндік деп ашалап түсіндіріп отырмыз. Және де бір нәрсе. Қазақтар туркизм туралы, пантүркизм, тураншылдық туралы соңғы кезде көп ауырып жүр. Айналайын, тураншылдық, пантүркизм, панисламизм дейтін, немесе пантүркизм дейтін нәрсе, ол тек демократия орнаған кезде, халық шынайы демократиялы ел болып, бірімен-бірі тілдік, мәдени жағынан жақын болып, өзара қарым-қатынас артқан кезде ғана ол іске асады. Ал қазіргі тураншылдық пен пантүркизм ол тек диктатурлар клубы болмады. Ол қарапайым қазақ халқы, қарапайым өзбек халқы, қарапайым қырғыз халқы, қарапайым қарақалпақ халқының, қарапайым Әзербайжан халқының, тіпті қарапайым түрік халқының мүддесіне қарама-қайшы түрде тек осы халықтарды барымталап отырған азғандай санаулы билеуші топ өкілдерінің мүддесі үшін ғана құрылған диктаторлар клубы болды. Сондықтан халық саяси сауатты болып, демократияны орнатқанда ғана дүние тыныштыққа ие болады. Ал орыс Украинаға не үшін соғыс ашты? Оған жер жетпей тұр ма? Жер орыста жетеді, игерілмей жатқан арабша басқан жер Ресейде жетеді. Мәселе Украина сол демократияға қол жеткізіп, сол күнде бастап Мәскеуге жалтақтайтын басшыларды қуып, орнына ресми түрде Еуропа, Американың саяси жүйесін көшіріп алып келіп, әділ сайлау орнатқан. Бүкіл ақша бір тиынға дейін бүкіл мемлекет бастан аяқ есеп беретін жүйені орнатқанда Украина ұшқан құстай дамыды. Сол ұшқан құстай дамыған Украинаны көрген Путин қатты қызғаныш оянды және үрей оянды. Неге? Себебі украиндердің экономикалық өсуі мен саяси өсуі, ғылым техникадағы, жасампаздықтағы өндірістегі өсуі мұнайға орыстардың құрт қояды. Олар бізде демократиялы ел болса, бізде мына украиндар сияқты дамысақ деп армандай бастады. Путин орыстардың демократияға деген оянуынан қорқып, әдейіге Украинаға соғыс ашты. Бұның барлығы зұлымдық пен еркіндік ортасындағы, ақ пен қара ортасындағы шайқас. Қалың елім қазағым, түптің түбінде бізге де екінің бірін таңдауға тура келетін бір күн болады. Құдайға жағу барда, шайтанға жағу жоқ. Шайтанға жағу барда, Құдайға жағу жоқ. Бізге де не ары, не бері болатын бір таңдау болатын кез келеді және келе жатыр. Ол Ресей империясының күйреп, Путиннің жүйенің тасталған болған кез. Дәл сол күні қазақтың мынау фашистік, дара билеуші, диктатуралық Назарбаевтың, Тоқаевтың жүйесін құлатып, шын мәніндегі нағыз азаттыққа қол жеткіземіз. Сол күнде бәріміз аңсайық, сол күнде бәріміз жүздесейік. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз оң қолда болса да.
лайк жасасаңыздаршы мынаны көрінуі бір темде